Вала ятахаттаму бизахабин. Енді ер азамат жүзік тақпайды, алтыннан болған жүзік тақпайды дейді. Тағу болмайды екен. Вала хадид. Және темірден болған тағу болмайды. Яғни күмістен басқа материалмен, яғни сақина тағу болмайды екен. Тек қана күміс болады. Күмістен басқа алтынмен, хадид, темірмен, суфыр, мыстан болған не тағылмайды екен? Сақиналар тағылмайды екен. Вала бирасас, қорғасынан жасалса тағылмайды. Зужаж, әйнектен жасалса тағылмайды. Гайриха, басқалары да тағылмайды екен. Жалпы темір терсек тақпаған жақсы екен. Неге? Өйткені бұл күмістен басқа темір терсекті ертең бұл Құдай сақтасын тозақты азаптайтын нелер екен? Тозақты азаптайтын құралдардың бірі екен. Бізде келеді ғой, шынжырмен сенің аяғың қолыңа байлап қояды, оны қайнатады, сөйтіп сен миың қайнайды деген секілді. Демек, сол секілді нәрсені бұл дүниеде тағып бастап кетпе деп жатыр. Егер сақина тағуға болады, тек қана күміс қалған материалдармен болмайды екен. Жақсы ма? Ер азаматтарға демек темірмен, алтынмен, сол секілді мыстан сақина тағу болмайды екен. Тек қана болса да немен ғана болады? Күміспен ғана екен. Енді ола ибрату лил халқати, ла лил фасси. Бұл жерде күміс тағуға болады деп атқанымыз, күмістің дөңгелегі есепке алына ма, жүзігі ма дейді. Жүзіктің көзі дейміз ғой. Жүзік болады, жүзіктің көзі болады бізде. Сол жүзіктің өзі дөңгелегі есепке алынады екен. Дөңгелек күмістен болса бола береді дейді. Бірақ енді оның көзіне келетін болсақ, төбесіндегі фаяжузул фассу мин хажар. Ол жүзіктің үстіндегі көзі тастан болса бола береді дейді. Яғни кейде басқа тастарды қояды, үстіне, немесе үстіне қойып қояды. Ақиқ деген андай жалтырайтын әдемі хальцедон деген бір тастардың түрі бар екен. Жалтырап тұратын тастар. Ол тастарды үстіне қойса бола береді дейді. Якут, жақұт тастары бар. Жақұт, алмас сияқты тастар. Оның да үстіне қойса бола береді деген. Және гайриха, басқа да тастарды үстіне қойса болады. Демек болмайды деп атқанымыз, тастан, темірден болмайды дедік қой. Ол несі болмайды? Дөңгелегі болмайды. Дөңгелек тек қана күмістен болу керек екен. Жақсы ма? Ваяхруму, және жүзікті тағу харам болады дейді. Иза кана аля гайри хайати хатамир риджал. Жүзік тағу харам болады, егер жүзік ер азамат тағатын жүзікке ұқсамаса дейді. Яғни әйел азаматтың жүзігіне ұқсайтын жүзік тағып алса. Жүзік тағып алдыңыз, таққан жүзігіңіз әйел азаматтар тағатын жүзікке ұқсап тұрса. Бәлки әдемі болып тұр, жалтырап тұр, бриллианттан дейме қандай? Бриллианттан тағып алғансыз, әйелді бриллиант тағады деген секілді. Немесе алтыннан тағып алғансыз, осындай тағып алатын болсаңыз, бұл тіпті харам деп жатыр. Ер азаматқа ұқсамай қалған болсаңыз, онда ол олай тағу харам деп жатыр.